Ертеде бір мақтағыз болыпты. Мақтағыз үй жинап жүріп мейіз тауып алады. Мысығын шақырады, келмейді. Мысық келмеген соң өзі мейізді жеп қояды. Bir кезде мысық келіп, мақта қыз, мені неге шақырдың дейді. Айтпаймын дейді. Айтпасаң сүтіңді төгемін деп сүтті төгіп жібереді. Ашуланған мақта қыз мысықтың құйрығын кесіп алып, сен маған сүт әкелсең, сенің құйрығыңды беремін деп айтады. Мысық сиырға келеді. Сиыр, маған сүт берші дейді. Сиыр жапырақ әкеп бер дейді. Мысық талға барады. Тал маған жапырақ берші дейді. Сен бірінші маған су әкеп бер дейді. Қыздар, су беріңдерші дейді. Қыздар, сен бірінші бізге сағыз әкеп бер дейді. Мысық дүкенге барады. Дүкеншіден сағыз сұрайды. Дүкенші одан жұмыртқа келуін сұрайды. Мысық тауыққа келіп жұмыртқа сұрады. Тауық мысыққа тары әкел деп айтты. Мысық тышқанды қорқытып тары алды. Тарыны мысық тауыққа әкеп берді. Тауық тарыны жеген соң мысыққа жұмыртқа берді. Жұмыртқаны алып мысық дүкеншіге апарды. Дүкенші жұмыртқаны алып оған сағыз берді. Сағызды қыздарға апарды. Қыздар мысыққа су берді. Мысық суды алып ағашқа алып барды. Ағаш суды ішіп алды да мысыққа жапырақ берді. Мысық жапырақты алып сиырға берді. Сиыр жапырақ жеген соң мысыққа сүт берді. Мысық сүтті алып мақтағызға апарды. Мақтағыз мысыққа құйрығын берді.